Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарына біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді сұранамыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз қабатулы қабырғаларын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Қазақстанда бір жылда азық-түлік қаншалықты қымбаттады? Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы 8,4%-ға өскен. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізбесіне 19 атау кіреді. Баға өзгерісі туралы көрсеткіштер апта сайын жаңарып отырады. Бағаның өзгеру туралы ақпарат барлық облыс орталығынан, республикалық маңызы бар қалалардан және де Астанадан жиналады. Ол үшін елді мекеннің әртүрлі бөліктерінде орналасқан тауарлардың кең ассортименті бар түрлі типтегі сауда объектілері таңдалады делінген ұлттық статистика бюросының хабарламасында. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де сау саламатта болыңыздар.